Кеңес одағының батыры, тәуелсіз Қазақстанның тұңғыш қорғаныс министрі, халық қаһарманы, армия генералы, бұл айтылғанның барлығы Ақмола облысының тумасы Сағадат Қожахметұлы Нұрмағамбетов туралы. Ұлы Отан соғысына ол 18 жасынан араласты. Бұл уақытқа дейінгі өмір жолы туралы Сағадат Қожахметұлының отты жылдардан егеменді армияға дейін атты шығармалар жинағында былай дейді. Бала кезімізде де, жас өспірім шақта да мен өз қатарластарымнан даралана қойған жоқпын. Ауылдың барлық баласы сияқты көз көрмеген алыс елдерге сапарлауды армандадым. Ауыр еңбектің салмағын ерте сезіндім. Тағдыр менің маңдайыма жетімдіктің дәмін тым ерте татуды жазған екен. Бар жоғы 7 жаста едім. Ағам Сағит әке орнына әке, шеше орнына шеше болды. Бірақ сұм соғыс ағасын да көп ұзатпай майдан даласына алып кетеді. Алайда Ұлы Отан соғысына аттанған оның жалғыз ағасы Новгород түбіндегі шайқаста қаза табады. 1942 жылдың шілде айында 18 жаста кеңес әскер қатарына қабылданып, Түркменстанда пулеметшілер дайындайтын училищені үздік аяқтайды. 1945 жылы 17 қаңтарда Нұрмағамбетов Польша жерінде жау қорғанысын бұзып өту кезіндегі жауынгерлік тапсырманы ержүректілікпен орындайды. Ол басқаратын пулемет ротасы 2 күн ішінде 120 фашист пен 12 пулемет орналасқан орынның көзін жояды. Осылайша 1945 жылдың 27 ақпанында 21 жасында Сағадат Нұрмағамбетовке Кеңес одағының батыр атағы беріледі. 1945 жылдың 8 мамырда Нұрмағамбетов екінші рет Кеңес одағының батыры атағына ұсынылады. Алайда қазақ сарбазына екінші мәрте Кеңес одағының батыры атағы берілмейді. 1945 жылдың 31 мамырында Сағадат Нұрмағамбетов Қызыл Ту орденімен марапатталады. Қазақтың қаһарман жігіті соғысты Берлинде аяқтады. Ал 1989 жылы Қазақ Кеңес Социалистік Республикалар соғыс және еңбек ардагерлері кеңесінің төрағасы қызметтерін атқарды. 1992 жылғы 7 мамырда Сағадат Нұрмағамбетов қорғаныс министрі болып тағайындалды. 1994 жылдың 23 мамырында Нұрмағамбетовке халық қаһарманы атағы мен нөмір 1 алтын жұлдыз табыс етілді. 1995 жылғы қарашада армия генералы атағымен отставкаға шығып Қазақстан президентінің кеңесшісі болды. 2013 жылдың 24 қыркүйегінде Сағадат Нұрмағамбетов 90 жасқа қараған шағында өмірден озды. Отан үшін от кешкен батырдың жарқын бейнесі халықтың жадында мәңгі сақталады. 1945 жыл, сәуір. Сұрапыл соғыстың соңғы айы, ең шешуші кезең. Мұз еріп жердің тоңы жібігені қашан, бірақ көктемгі салқын сай сүйекті сырқыратқандай. Суға малшынған 2 сарбаз тоңуды да ұмытқан. Оқ пен оттың ортасында жер бауырлап жылжып келеді. Олардың бірі қазақтың қара домалағы Рақымжан Қошқарбаев. Рақымжан Қошқарбаев 1924 жылы 19 қазанда Ақмола облысы Қырыққұдық ауылында дүниеге келген. Бірақ саналы ғұмыры қазіргі Астана қаласының іргесіндегі Тайтөбе ауылында өтті. Бала Рақымжан ана мейіріміне қанып өспеді. Ол әлі де еркелеп жүретін 4 жасында анасын жер қойнына тапсырды. Балалық шағының ең ауыр кезеңі. Ойын баласы ауыр қайғыны жұдырықтай жүрегімен сезді. Сезді де есейді. Тайтөбе детдомы, Сәдуов. Бала Рақымжанның әрі қарайғы тағдыры осы 2 сөзбен тығыз байланысты болды. Сәдуов интернат директоры. Рақымжанға да интернатта тәрбиеленген өзге де балаларға әкелік мейірімді осы кісі береді. Ашуды ақылға жеңдіру, сабыр сақтау, мұның барлығын Рақымжанға өмір мектебі үйретті. Ол өте зерек болды. Кітапқа деген махаббаты да осы интернатта жүргенде ашылды. Интернатта білім тоқыған Рақымжан бозбала шағында Балқашқа фабрика-зауыт училищесіне аттанады. Күндіз білім, кешке өндіріс, әрі оқу, әрі жұмыс. Күн артынан күн өтіп жатады. Балқашта Рақымжан Қошқарбаев қоғамдық жұмыстарға белсенді араласатын өнерлі шәкірттердің бірі болды. Бірде мандолина тартып, жұртты үйрет, бірде мұз бетінше ұршықша ерліп, коньки тебеді. Соғыс туралы суыт хабарды Рақымжан Тайтөбеде шөп шауып жүрген кезде естиді. Бұл жайсыз жаңалық оны бейжай қалдырмады. Бұл кезде ол небәрі 17 жаста еді. Жастығына қарамастан ол соғысқа сұранады. Оның жасы ұрыс даласына аттануға жетпеді.
Сондықтан ол Фрунзе бүгінгі Бішкек қаласына әскери дайындық мектебіне оқуға келеді. Өміріндегі ең бақытты кезеңде осы кезде болады. Айдалып кеткен әкесі баласын іздеп табады. Әкесін көріп мауқын басқан Рахымжан майданға аттанады. Оны 674-ші полктың 1-ші батальоны қарайтын 4-ші ротаның 2-ші взвод командирі етіп бекітеді. Рахымжан Қошқарбаев Польша астанасының маңындағы ұрыста тұңғыш рет соғысқа кірді. Одан кейін шынайы демеул Вечвинзедегі ұрыстарға ерекше қайсарлығымен көзге түсіп, 1-ші дәрежелі отан соғысы орденін кеудесіне тағады. 20 сәуір Рахымжан мен оның қаруластары Прецель елді мекенін фашистерден тазартады. Келесі күні әлсірегеніне қарамастан қазақ батыры басқарған взвод Берлин іргесіндегі Карв қаласын алады. 350 метр жер. Алыс емес, бірақ бұл Рахымжан үшін өміріндегі ең ұзақ, шегіне жеткізбейтін ауыр жол болды. Қасында қызыл әскер Григорий Болатов тігер ту қойнында мықтап байланған. Екеуі де жер бауырлап жылжып келеді. 7,5 сағат Гиммлер үйінен шыққан қос батырдың табаны Рейхстагқа осындай уақыттың ішінде тиеді. Қойнындағы ораулы туды Рахымжан Қошқарбаев суырып алып, шетіне өзінің және Болаттың атын жазып қалдырады. Себебі өлім мен өмір арпалысқан тұста ішімізге жұтқан ауаның өзіне де ажал сіңіп кеткендей болды деп еске алады батыр. Осылайша қазақ батыры ең алғашқы болып Рейхстаг қабырғасына қызыл туды қадайды. Майор қос батырдың аты жөнін сұратып, рация арқылы штабқа хабарлайды. Бұл 45-ші жылдың 30-ші сәуірі болатын. Қазақ батырының ерлігін сол кезде барлық майдан газеттері жарыса жазды. 1958 жылдың 21-ші ақпанында Лениншіл жас газетіне Рейхстагқа ту тіккен қазақ очеркі шығады. Ел дүр сілкінеді. Рахымжан Қошқарбаевты ел біліп, тіпті жан жақтан арнайы іздеп келушілер көбейді. Бұл кезде ол қалалық моншаны басқаратын. Бауыржан Момышұлы Рахымжан Қошқарбаевты іздеушілер көбейген сайын қазақ батырының моншада жүргеніне ұялып, қызметін өсіру туралы мәселе көтереді. Сөйтіп көп ұзамай қазақ батыры Алматы қонақ үйінің директоры болып шыға келеді. Көп ұзамай Нұрсұлтан Назарбаевтың Рахымжан Қошқарбаевқа халық қаһарманы атағын беру туралы жарлығы жарияланды. Бүгінгі таңда Рахымжан Қошқарбаевқа қатысты мұрағат құжаттары ашылып, Берлин операциясы туралы толыққанды ақпарат, тарих беттерін толықтыра бастады. Қошқарбаев есімі көше, мектеп, ауылға беріле бастады. Астананың орталық көшелерінің біріне батырдың есімі берілді. Алия Нұрмұхамбетқызы Молдағұлова Ақтөбе облысының Қобда ауданындағы Бұлақ ауылында 1925 жылғы маусымның 15-інде дүниеге келген. Тағдыр Алияны әуелі анасынан айырады. 8 жасар Алияны әкесі енді нағашы ағасына Әбубәкір Молдағұловтың қолына тапсырады. Әбубәкір бұл кезде Түрксібтің нөмір 4-ші пайдалану аймағында қызмет істейтін. Ол заманында қазақтардың ең сауаттыларының бірі болған кісі. Алия Молдағұлова адами мейірімді осы үйден тапты. 1933 жылы осындағы аумақтық темір жолда саяси бөлім нұсқаушысы болып істеген Әбубәкірдің үй іші темір жол вокзал жанындағы үйлерінің бірінде тұрыпты. Дәл осы жылы Алия Молдағұлова мен Сапура темір жол мектебінің есігін ашқан. Алия Молдағұлова Әбубәкір үйіне келгеннен соң көп ұзамай әкесі Нұрмұхамбеттен де көз жасып қалған сияқты. Нұрмұхамбет Сарқұлов 1951 жылы дүниеден озған. Бірақ Алиясының ерлігі мен атағы жайлы хабарды естіп, оған Кеңес одағының батыры атағы берілгені туралы құжатты қолымен ұстап, көзімен көріп кетіпті. Алия Молдағұлова үздік оқып қана қоймай, тұтастарының көсеміне, өзінен кішілердің жетекшісіне айналады. Соғысқа баруға сұранған өтінішті Алия Молдағұлова 1941 жылғы маусымның 22-сі күні суық хабар жарияланған күні жазыпты. Ұшқыш емес, ұшуды қамтамасыз ету маман дайындайтын бөлімге қабылданған Алия Молдағұлова мақсатқа жетпей қоймайтын мінезге сай қалалық комиссариатқа үздіксіз жазған өтініштері арқылы қабылданып, Қызыл армия қатарына алынады. Мергендер мектебінде де Алия Молдағұлова үздіктердің бірі болды. Бар арманы жаумен соғысы болған өжет қыз қарысып отырып дегеніне жетті. Майданға аттанды. 1944 жылғы 14 қаңтарда Ғазачиха селосы үшін болған ұрыста ерлікпен қаза тапты. 14 маусымда Алия Молдағұлова Кеңес одағының батыры атағы берілді. Алия есімімен көшелер, 10 таған мектептер, әскери теңіз флотының кемелері, Каспий жүк таситын теплоходы аталған.
Ақтөбе, Астана, Алматы, Мәскеу, Санкт-Петербург қалаларында ескерткіштер орнатылған. Ақтөбеде облыстық мемориалды музей жұмыс жасайды. Мәскеуде Әлия Молдағұлованың құрметіне ескерткіш тақта орнатылды.